Жалпы қалада мұндай ағаштар көп. Мінеки киіз терек мынауда. Көріңіздер ме, бас жағы ілінген, шіріген. Бұл деген қатты жел тұрған кезде мұрт сынады ғой, шырт-шырт етіп кәдімгідей. Басқа ағаштар ана бүйтіп шайқалып, сосын қайтан дауыл тоқтаған кезде орнына келді, бұлар мұрт сынады кәдімгідей, шырт-шырт етіп. Қалада қаншама көліктерді басып қалған ғой ағаштар. Міне мына ағашта киіз терек. Кесіп құрғаған қалдырып қойды да бұны. Ол қатты бір жел соқса, Алла сақтасын. Мұтағымен бәрімен құлау мүмкін да бұл киіз терек. Міне киіз терек деген осы болады. Сынғыш бұл. Киіз терек деп мына қабығына байланысты айтқан ғой. Қабығы ішіндегі бұтасы бәрі сондай бұл. Киіз сияқты кәдімгі. Шірген ғой мына міне. Бітіп тұр да шаруасы. Оны қалдырып қойды. Киіз теректің жапырағы мынандай болады міне. Жүрек сияқты. Жапырақ осындай болады. Өзі өскіш келеді да кәдімгідей. Көрінген жерге сан өсіп кетеді. Бірақ енді өте сынғыш. Көрдіңіздер ма? Бітіп тұр шаруасы. Мынауда киіз терек кеше жаңбырда құлап, былай қарай құлаған ғой сынып. Сосын мына жақта кеше аралаған сон. Кеше жаңбыр жауған кезде киіз терек. Көрдіңіздер ме?